Айым бір мекемеде айлығы жақсы жұмыс жасайтын. Өзі әп-әдемі топ-томпақ, бетінде бір әжімі жоқ аппақ келіншек еді. Жолдасымен балалары кішкентай кезде дәм-тұзы жараспай ажырасып кеткен. Балаларын қалдырмай өзімен алып кетті. Содан бері балалары үшін күн демей түн демей жұмыс жасап жағдайын жасаған еді. Өз күшімен 2 бөлмелі үйде сатып алды. Айлығы да жақсы, не ішем не кием деген ойда жоқ. Керемет өмір сүріп жатты. Сәбира айымның жоғары оқу орнындағы құрбысы. Өзі Астанада тұратын. Екеуі ұялы телефон арқылы сөйлесіп жүретін. Сәбира бұрынырақ бір компанияға кіргенін айтып, қазір жағдайы жақсы екенін, жан-жаққа барамын, керемет дейтін. Міне бүгін Сәбира өзінің жұмыс бабымен сендер жаққа барамын деді. Қанша уақыт көрмеген құрбысы сағынған айым құрбысын күтіп алып арқа-жарқа болып барлық студенттік шақтарын айтып бір күліп алды. Айымның үйінде 2 күн болған Сәбира үй бетін көрмейтін, азында кетеді, компанияға кеттім деп, кешке келетін көңілді. Маған бүгін пәленбай ақша түсті деп. Бір айлыққа қарап отырған айым ақша деген сайын көзі қызығып отыратын. Мен де қырып ақша тапсам, ештеңеден таршылық көрмесем, ұлдарыма үй жайын әперіп жағдайын жасап қойсам екен дейді. Сәбира да әдейі көзін қыздырып күнде табысын айта берді. Болмаған соң айым сұрады. Маған да айтсаңшы, қалай мол ақшаға кенелуге болады? Бірде таршылық көрмей рахатыма өмір сүргім келеді. Соны күтіп отырғандай Сәбира саңқылдай жөнелді. Аузына жұқпай, сетевойдың қыр-сырын айтып жатыр. Айым отыр, оңай нәрсе екен ғой, жасауға болатын нәрсе екен. Өтірік емес шығар, көз алдымда Сәбира отыр ғой. Қолының бәрі алтынға толы. Өтірік болса бұл да шалқып жүрмес еді ғой дейді ішінен. Не де болса тәуекел қылып көру керек екен деп басы айналып отыр. Сәбира айымға жаны ашыған ұқсап, осында бола бересің бе? Үйіңді сатып Астанаға кел. Екеуміз бірге жұмыс жасаймыз. Өзім сені жақсы жалаққа жеткіземін. Мұндайлар бұл компанияны түсінбейді. Одан да сол жаққа кел. Қалай байып шыққанды көресің. Қарда тұр, әрі күшті өмір сүретін боласың. Сәбира тағы бір жеті болып өз үйіне қайтты. Кетерінде міндетті түрде келетін бол. Қорықпа, маған сен деп тағы айым жұмысына барып жүр. Бірақ бұрын жұмысы жақсы жалақы алатын сияқты еді, қазір сол жалақысы өзіне тым аздай болып көрінді. Осындай жалақыға бола бір ай жүремін. Неге Сәбираның айтқанын жасамасқа? Өзім бәрін реттеймін, бәрін қатырамын деп кетті. Алдап кететін танымайтын біреу емес, өзімнің құрбым. Не де болса бір рет тәуекел етсем болды емес пе деп отыр. Бір жағынан қорқып, бір жағынан көз қорқақ, қол батыр емес пе дейді. Солай отырып Сәбираға хабарласты. Үйді сататынын айтып Астанаға баратын болды. Сәбира, саған сенім артып отырмын. Мен жолда қалмайын. Бәрі өзің реттейсің деді. Қорықпа құрбым, маған сен де келе бер деді. Екеуі келіскендей болды. Тұрған пәтерін жарнамаға беріп сатып жіберді. 2 баласын және киім-кешектерін алып Астанаға келді. Бірінші аз уақыт Сәбираның үйінде тұрды. Кейін балаларымен бір айға пәтер жалдап кетті. Сатып келген пәтер ақшасын Сәбираның айтуымен сетевойға салып та жіберді. Сәбираның айтуы бойынша басында саласың, артынан шығады. Бір ай күтсең мол байлыққа кенелесің деді. Міне ақшасын бәрін салып, енді қашан шығар екен деп күтіп жүр. Күнде Сәбираға хабарласады. Менің ақшам не болды? Ұзап кетпесін уайымдап отырмын. Ой, айымка, маған сеншеңші. Айттым ғой саған, сәл күту керек. Бәрі бірден бола қоймайды ғой деді. Міне күтіп жүргеніне де айдың жүзі болды. Әлі хабар жоқ. Сәбираға күнде хабарласудан шаршады. Күнде айтатын бір әңгіме. Одан қалса бұл телефонды мүлдем алмайтын болды. Соңында тіпті телефонды өшірулі болды. Жүрегі дүрсілдеп не болып жатыр? Өзі ақшамды алып Сәбира қайда кетті? Телефон неге қоспай жүр? Айымның шыдамы таусылды. Күтуден жалықты. Не де болса Сәбирамен бетпе-бет сөйлесейін деп шешті. Тіке Сәбираның жұмыс орнына барды. Есіктен кірген сол жерден дүкен болып кетіпті. Өзі шатастым ба, осы жер еді ғой деп қайта шығып сыртқа қарады. Жоқ, осы жер менің есімде. Сәбирамен келгенде осында келгенбіз. Мына дүкеннен сұрап көрейін деп ішке кіріп жөн сұрасты. Сатушының айтқаны бойынша бұл жерде бір апта бұрын келіпті. Алдында не болғанын білмеймін деді. Амалы таусылған айым енді Сәбираның үйіне жол тартты. Есіктің қоңырауын басып еді, ешкім шығар емес. Көршілерін сұраған сола, олар да білмейміз. Соңғы уақытта көрмедім дейді. Енді не істеймін, үйінен кетіп қалған ба деп құр сүлдерін сүйретіп үйіне қайтты.